Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай пышный, жұмсақ, өте керемет бауырсақтың рецептін бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздің де қолыңыздан келетініне сенімдімін. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар, жауап беремін. Алдымен бізге жылы 300 мл сүт қажет. Және үлкен қасықпен ашытқы, үлкен қасықпен қант, жақсылап араластырып, жылы жерге 10-15 минутке қойып қоямыз. Ашытқы көтерілгеннен кейін кішкене араластырамыз. Және оған 400-450 грамм ұн саламын. Оны да жақсылап кішкене араластырамыз. Және тұзды желательно дейді, ол соңында салған дұрыс. Кішкентай қасықпен, шай қасықпен тұз салдым. Жақсылап тұзды ерітіп алғаннан кейін араластырып, келесі бір үлкен қасық май құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Ыңғайлы болса, қолмен елеген дұрыс. Одан кейін дайын қамырымызды жылы жерге 40 минутқа қойып қоюға болады. Одан аз қойсаңыз да көтеріледі. Қамыр міне осындай керемет болып көтеріліп шықты. Осы қамырды енді қатты басып тастамау қажет. Себебі басып тастаған жағдайда бауырсақтарыңыз тығыз болып қалады. Кішік осылай ғана қатты күшпен емес, осылай иілеп, және оны оқтаумен жаямыз. Қараңыздар, мен қатты жіңішке жасаған жоқпын, жұқа емес. Және де осындай үлкенірек дөңгелектеу жасадым. Себебі кішкентай дөңгелек жасасаңыз, онда бауырсақтар піскен кезде тіпті кішкентай болып қалады. Және де тағы да 10 минутқа көтерілгенге дейін қойып қоямын жылы жерге. Одан кейін қыздырылып тұрған майға пісіріп аламыз. Міне бауырсақтар осындай керемет болып шықты. Ал сіздерде қалай шыққан жайында комментарияға пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.